Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын ерекше пирогтың рецептін бөлсемін. Үлкен отбасыларға арналған, міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: ұн, какао, разрыхлитель, жұмыртқа, шеке және сары май қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып аламыз. Жақсылап араласу керек, өйткені бізде шекер еруі қажет. Және үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға разрыхлитель мен какаоны араластырып, електен өткізіп салатын боламыз. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Міндетті түрде сіздерде өлшеп жасаңыздар, сонда артық шығын болмайды. Енді қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шығады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді қамырымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол уақыт арасында біз салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен шекеріміз бен жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз және үстінен қаймақ салатын боламыз. Мендегі қаймақ 20%. Ванилин қоссаңыздар да болады. Мен ванилин қосқан жоқпын. Крахмал. Барлық заттарды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді тестамызды жайып, формасына салып аламыз. Қалаған қалыпты пайдалансаңыздар болады. Осылай пергамент қағазының үстінен тестамызды жайып, формаға салатын боламыз. Дәл осылай шеттерін тегістеп шығамыз. Сосын вилкаменен тестаның астын тесіп шығатын боламыз. Міне формамызға салмамызды құйып алдық. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп аламыз. 35-40 минутта пісіп шығады. Біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен және ерекше болып көрінеді. Жасап көріңіздер сіздерде. Және достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.